Абайдың 30-шы қара сөзі. Қырқын мінсе қыр артылмайтұғын осы бір қыртмақтан деген бір мақтан бар, сол неге керек, неге жарайды? Ол ар, есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, өй, Тәңір-ай, қойшы әрі, кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр, ол менің қазаныма ас салып беріп жүрме, мен онан сауын сауып отырмын ба? Деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Өй, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгені ма? Әйтеуір бір өлім бар ма? Деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ, өлімге шыдамайын дегенде қазақ көргенім жоқ, кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратыменен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде, кірер жерін табалмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айдындырамын, мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, Құдай-ай! Жанға мырзалық қылатұғын, ердің жадағайдақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы, әр түрлі белгісі бойынша тұрмас па еді. Ұялмас бетке талмас шақ береді деп көп бұлжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы. Абай Құнанбайұлының 30-шы қара сөзі, оның адам болмысы мен қоғамдағы теріс мінездерді, жалған ұғымдарды өткір сынап, терең философиялық тұжырым жасаған ең мазмұнды шығармаларының бірі. Бұл сөзінде Абай адам бойындағы ең зиянды қасиеттердің бірі, мазмұнсыз, пайдасыз, құр мақтанды, қырт мақтанды әшкерелейді. Ол мақтаның ішкі мазмұнсыздығын, ар намыс пен ақылға қарсы келетін табиғатын аша отырып, қазақ қоғамындағы теріс құбылыстарды сын садағын алады. Абай айтатын қырт мақтан бұл шынайы жетістікке, немесе нақты еңбекке негізделмеген жалған бедел, сыртқы айбат, бос кеудем соқтық. Мұндай мақтаншақ адамда ақылда, арда, ерлікте, шын мінездегі қайратта жоқ. Ол тек сыртқы түрімен, қатқыл сөзімен, жұртқа өзінен қауіптенетіндей етіп көрсеткісі келетін әрекетімен ғана көзге түсуге тырысады. Бірақ бұл, шынайы адамның сипаты емес, алдамшы бейне ғана. Абай дәл осы бейненің арғы жағындағы шынайы бостықты, рухани әлсіздікті әшкерелейді. Ол мұндай адамдарды былай сипаттайды, мойнын бұрып қойып, өй, Тәңір-ай, қойшы әрі, кімнен кім артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Деп бұлғақтайды. Мұндағы адамдардың сөзі, өздерінің ешкімнен кем еместігін, өздеріне ештеңе қажет еместігін дәлелдеуге тырысқандай. Бірақ Абай оны терістейді, олар іс жүзінде ештеңемен айналыспайды, өздерінің пайдасыз екенін мойындамайды, тек сөзбен өзін батыр көрсеткісі келеді. Бұл, жалғандықтың шарықтау шегі. Абайдың бұл жердегі негізгі сыны, нағыз ерлік пен жалған айбаттың ара жігін ашып көрсету. Нағыз ерлік сөзде емес, істе. Шын батыр адам айқайлап мақтанбайды, ісімен дәлелдейді. Ал бос мақтаншақ, айғайшыл, адам өз бойындағы ештеңесі болмаса да, халықтың алдында өзін айбатты, қорқынышты етіп көрсетуге тырысады. Ол, қорқақ болса да, қатты сөйлеуді ерлік санайды. Бұл Абай үшін нағыз масқара. Абай, егер шын айғайды көргенде, кірер жерін табалмайтұғын дарақы құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Деп, ондайларды ел алдында масқара етуді сұнады. Ол үшін бұл, тек арсыздықтың, намыссыздықтың көрінісі. Осы тұста Абай адамның шынайы қасиеттерін атап өтеді. Жанға мырзалық, сертке беріктік, дүниеге тәуелсіздік, малға жомарттық, міне, нағыз ер адамның белгілері. Бұл қасиеттер Абай үшін тұлғаның ішкі мазмұнын, рухани биіктігін көрсететін маңызды өлшемдер. Шын мәнінде кісі болу үшін кеудеңде күш емес, көңілде ақыл мен ар болуы керек. Нағыз батыр қолына қару алып жауға шапқан емес, шыншыл, турашыл, жомарт, сөзіне берік, халық үшін қызмет ете алатын адам. Абай осындай қасиеттерді көрмей, орнына далбаса мақтаныш көріп отырғанына күйінеді. Оның айтуынша, қазіргі қазақ өз бойында бұл қасиеттер жоқ бола тұра, өзін батыр етіп көрсеткісі келеді. Құр сөз, құр айқай ештеңеде емес. Кісінің қадірі ісімен өлшенеді. Сол себепті де Абай 30-шы сөзінде қазақтың бойындағы арсыздық пен ұятсыздықты ауыр сынмен көрсетеді. Ұялмас бетке талмас шақ береді деп, көп бұлжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.
Бұл ел ішінде көп кездесетін надандық пен ұятсыздықтың көрінісі. Абай бұл жерде жай ғана мораль айтып отырған жоқ. Ол терең қоғамдық диагноз қояды. Оның сыны тек жеке адамға емес, тұтас қоғамға арналған. Қазақ қоғамындағы жалған намыс, бос кеудемсоқтық, дарақылық, ар мен ұяттың жоқтығы, бұлар ұлттың даму жолындағы үлкен кедергілер. Ол қоғамның өркендеуі үшін адамның ішкі рухани тазалығы, парасаты, шыншылдығы, еңбекқорлығы қажет екенін ұқтыруға тырысады. Абайдың бұл қара сөзі бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоймаған терең философиялық шығарма. Бүгінгі таңда да қоғамда дәл осындай қыртмақтанмен өмір сүретін, мазмұнсыз бедел іздейтін, ішкі құндылықтардан алыстаған адамдар көп. Абайдың сөзі бізге бір ғана адам емес, бүкіл ұлттың санасын тәрбиелеу керектігін ұқтырады. Оның бұл сыны жаңару мен өзгеріске шақыру. Ол қоғамды тек біліммен емес, армен, намыспен, ақылмен түзету қажет екенін дәлелдейді. Мысалы, қазіргі қоғамда әлеуметтік желілердегі бос мақтан, жалған бедел жинау әрекеттері, осы Абай сынаған қыртмақтанның бүгінгі көрінісі емес пе? Адамдар кейде тек сыртқы образ жасап, шын болмысты жасырып, өздерін өзгеше көрсеткісі келеді. Бұл рухани жұтаңдықтың белгісі. Абай осыдан ғасыр бұрын бұл мәселені дәл тауып айтқан. Яғни, Абайдың ойы уақытсыз ақиқат. Ол бүгінде, ертеңде өз мәнін жоймайтын рухани бағдар. Сонымен қатар, Абай өз шығармасында ақылды, сабырлы, байсалды адам болуға үндейді. Оның пікірінше, қайрат пен ақыл қатар жүргенде ғана адам толыққанды тұлға бола алады. Тек рухани бай адам ғана қоғамға пайда келеді. Осы орайда Абайдың толық адам іліммен де тығыз байланыс көруге болады. Толық адам арлы, ақылды, қайратты, сөзі мен ісі бір-біріне сай адам. 30-шы қара сөзде сипатталған адамдар осы толық адам моделінен өте алмаған, яғни олар рухани тұрғыдан кедей, дамымаған тұлғалар. Абай 30-шы сөзінде адам бойындағы жалғандықты әшкерелей отырып, нағыз адамға тән қасиеттерді нақты атап өтеді. Бұл қасиеттер әр адамға үлгі боларлық сипаттар. Жанға мырзалық, кеңпейілділік пен жанашырлықтың көрінісі. Сертке беріктік, сөзге адалдық, уәдеге беріктік. Малға мырзалық, дүние қоңыздыққа қарсы тұру, жомарт болу. Мұның бәрі қоғамды алға жетелейтін күштер. Қорытындылай келе, Абайдың 30-шы қара сөзі терең әлеуметтік философиялық толғау. Ол адам бойындағы теріс қасиеттерді, әсіресе жалған мақтан мен рухани әлсіздікті өткір сынға ала отырып, шынайы адамгершілік, ерлік, намыс, ақыл сынды қасиеттердің биіктігін көрсетеді. Бұл шығарма арқылы Абай әр қазаққа кім екеніңді біл, кеудеңді емес, көкірегіңді көтер деген ой тастайды. Ол тек өткенге емес, бүгінгіге де, келешекке де үн қатады. Оның бұл қара сөзі адамдық биікке жетелейтін мәңгілік жол сілтеуші.